Сәлеметсіздер ме әріптестер? Видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дауысыңызды шығарам, керемет. Қазақстан туралы айтып отырғанда мақтанышпен сондай дауысыңызды нақ шығарады. Қазақстанның жер байтағы көбейеді. Тамаша, келе ғой. Кезде дайындалып тұрамыз да дейсіңдер. Қазақстанымыз бай болсын. Қазақстанымыз бай болсын. Тамаша. Қазақстанымыз дауысын шығарады, иә? Қазақстан тобына Қазақстан келесі отбасы тобы, отан тобы келе қойды. Нақты айтамыз дауысымызды. Қазақстан жері кең болсын. Келе қойды. Қазақстанның аспаны ашық болсын. Қазақстанның аспаны ашық болсын. Тамаша. Қазақстанның аман болсын. Келе қойды, айтқан. Қазақстанның халқы көбейе берсін. Келе қойды, келесі кім? Қазақстанның батырлары көбейе берсін. Келе қойды. Қазақстанның далалары кеңейе берсін. Дауысымызды шығарып әдемі айтамыз, иә? Қазақстанда білім дами берсін. Білім дами берсін. Тамаша. Келесі. Қазақстанда ұрпақтары көбейе берсін. Қазақстанның тамаша. Келесі келе қойды. Қазақстан бай болсын. Қазақстан бай. Қазақстанның аспаны ашық болсын. Қазақстанның аспаны ашық болсын. Қазақстанымыз ешқашан берілмес. Енді мен сендерге осы сұңқарды жазып, осындай сұңқардай әрқашан рәкемен биік болсын, сендерге осы сұңқардай биікке шарықтап, биікке көтеріледі. Ешқашан бізді ешқандай жау алмас. Биік болсын, Қазақстанымыздың туы әрқашан желбіреп, аспанымызда көк аспанымыз ашық болсын. Міне осылай біз Қазақстанымыздың туының бейнесін құрадық. Енді сендерге соңғы сабақтарда өздеріңіз білеміз, яғни отан деген біздің бір сөзбен айтып, оны жеткізу мүмкін емес. Оның шегі де жоқ, өздерінің тақтақ айтқандай отанымыздың шегі де жоқ. Ол туралы ақындарымыз да қаншама жырлап өтті, әлі де жырлайды. Осылардың орталарында отырғандар мүмкін біреулерің ақын боласыңдар, біреулерің мүмкін ғалым боласыңдар, мүмкін біреулерің президент боласыңдар, біреулерің әкім боласыңдар, біреулерің денсаулық саласына үлесін қосатын мықты жаңағы дәрігер боларсыңдар, біреуің жаңағы ғылымды зерттейтін ғалым боларсыңдар. Олардың барлығы сендердің қолдарында. Мен сендерге сенемін. Сендер сондай жақсы осы Қазақстанымыздың болашағы сендердің қолдарында. Сондықтан сендер жақсы білімді азамат болсаңдар, білім барлығын жеңеді. Сондықтан бүгін сендерге көп рахмет. Сабақтарда тап берілген тапсырманы мұқият орындап, яғни сендерге бәріңізге шығармашылық тапсырма беремін. Сол тапсырмаларды бүгін өздеріңіздің ойларымен, өздерінің білімдерімен, өздерінің сондай ақ жүрек Қазақстанға адал ұрпақ екендерін білдіріп, бүгін сабағымызды осындай дәрежеде өткізді. Сендерге көп рахмет. Осымен біздің отаншылдық және оның әні атты тәрбие сағатымыз аяғына жетті. Оқушылар күтуге рахмет, келген қонақтар